Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз математика сабағына 4-ші сыныпқа арналған 1-ші 90 жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Егер сабақ ұнап жатса, каналға тіркеліп, жазылуды ұмытпаңдар. Бірінші нұсқа. Бірінші есеп. Кесте құрамы бойынша сандарды жаз. А. Екінші кластың 42 бірлігі. Бірінші кластың 714 бірлігінен тұратын сан. 42714. Б. 5-ші разрядтың 2 бірлігі. 4-ші разрядтың 8 бірлігі. Және 1-ші разрядтың 6 бірлігінен тұратын сан. 28006. С. Кіші санды анықтап, ондыққа дейін дөңгелектеп жаз. Кіші сан 28006, дөңгелектесек 28000. Ондыққа дейін дөңгелектесе 28000. Екінші есеп. Шамаларды өрнекте. 28 тонна 6 килограммды килограммға өрнектесе, 1 тоннада 1000 килограмм бар, 28006 килограмм. 32 метр квадратты сантиметр квадратқа өрнектесек, 1 метр квадратта 10 000 сантиметр квадрат бар. Яғни 320 000 сантиметр квадрат. 8412 метрді километр және метрге өрнектейміз. 1 километрде 1000 метр бар. Яғни 8 километр 412 метр болады. Үшінші есеп бөлуді орында. 370 000-ды 1000-ға бөлсек, соңындағы нөлдерді қысқартып саламыз. Сонда 370 болады. 836 406-ны 100-ге бөлсек, онда соңындағы нөлдерді алып тастаймыз. 8364 және 6 қалдық қалады. Төртінші есеп. Автокөлік бірінші күні 95 км/сағат жылдамдықпен 4 сағат, ал екінші күні 100 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрді. Ол 2 күнде барлығы қанша километр жол жүрді? Т1, Т2 2 күнде жүріп өткен уақыты. Б1, Б2 ол 2 күнде жүріп өткен жылдамдығы. Ал бізге табу керек ара қашықтық уақыт. Километрді табамыз, 2 күнде жүріп өткен ара қашықтығын табамыз. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Алдымен бірінші күнгі жүріп өткен уақытын километрін табамыз. Жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 315 километр. Одан келесі күнгі жылдамдықты уақытқа көбейтіп, келесі күнгі жүріп өткен ара қашықтығын тауып аламыз. Енді 2 күнгі ара қашықтықты, яғни тауып алған ара қашықтығымызды бір-біріне қосамыз. 380-ге 500 қоссақ 380 километр. Жауабы ол 2 күнде барлығы 880 километр жол жүрген. Бесінші есеп. Ұзындығы 8 метр, ені 4 метр, биіктігі 5 метр болатын бөлменің көлемін есептеп тап дейді. Біз көлемді табу үшін АБ қабырғасын және биіктігін көбейтеміз. Яғни 8 бен 4 және 5-ті көбейтеміз. 160 метр куб. Бөлменің жауабы, бөлменің көлемі 160 метр куб болады.